Қайырлы күн, мен сіздің йога тренеріңіз Гүлзатпын. Бұл комплекс жүкті әйелдерге арналады. Яғни сізге арналады. Не жасау керектігін білмесеңіз, денені қалай нығайтуды білмесеңіз, осы комплексті жасауға кеңес беремін. Өйткені бұл жүкті әйелдердің ең басты проблемасы белдің ауруын алдын алады. Бел ауырса жасауға болады. Аяқтың ісінуін, арқаның ауруын және де жамбас түбін нығайтуға арналады. Дем алу жаттығулары да бар. Ал олай болса кірісейік. Сізге жерге отыру керек. Жұмсақ көрпенің үстіне отырсаңыз болады, немесе осылай йога коврикта отырсаңыз болады. Басқа ешқандай құрал керек емес. Жақсылап отырамыз, бүкселерімізді шығарамыз. Егер де осылай отыру қиын болса, арқаңыз бүгіліп кететін болса, сізге жамбастың астына көрпе немесе жастық салуға кеңес беремін. Сол кезде сізге арқаңызды түзу ұстау оңай болады. Ал егер де жайғасып отырсаңыздар, ары қарай жалғастырайық. Арқаны түзу ұстадық, кеудені жоғарғы көтереміз, иықтарымыз артқа қарай айналдырамыз, басымызбен жоғары қарай тартыламыз, алақандар аспанға ұзын биік болып отырамыз. Дем алған кезде көзімізді жұмдық, ауаны ішке жинаймыз. Дем шығарған кезде ішімізді тартамыз. Дем алдық, ішімізді үрлейміз. Дем шығардық, ішімізді тартамыз. Вдох және выдох. Вдох, выдох. Егер де бірінші рет жасап жатқан болсаңыз, бұндай тыныс алу жаттығуын сізге қиын болуы мүмкін, ішпен дем алу. Бірақ бара-бара біртіндеп үйренесіз. Дем аламыз, ауаны ұлғайттық, ішімізге қарай. Дем шығарамыз, ішімізді тартамыз. Енді ауаны ішке жинадық, кеудемізге де толтырамыз. Бұғаналарымыз көтеріледі. Дем шығарған кезде бірінші кеудеден шығарамыз және ішімізді тартамыз. Дем алдық және дем шығардық. Дем алдық және дем шығардық. Дем алдық, дем шығардық. Дем алдық және дем шығардық. Жақсы, тоқтасақ болады. Келесі тыныс алу жаттығуы ол Нади Шодхана деп аталады. Бұл жерде біз екі каналды, яғни оң жақ каналды және сол жақ каналды тазартумен айналысамыз. Ол үшін бізге оң қолдың бас бармағымен оң танауымызды жабу керекпіз. Сол жақ танаумен дем аламыз және дем шығарамыз. 5 секунд дем аламыз, 5 секунд дем шығарамыз. 5 рет қайталаймыз. Ал менімен бірге бастаңыздар. Мінекей жаптық, дем алдық. Дем шығардық, ішімізді тартамыз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Енді келесі, бұл бізде сол жақ танауымызды жабу керек. Ол үшін бізге неке сақинасы тағатын саусағымызды алдық. Сол жағымызды жабамыз, оң жақ танаумен дем алып, дем шығарамыз. Бастадық. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Вдох. Және выдох. Енді келесі сәл екеуін қосамыз. Бірінші сол жақтан дем аламыз да, оң жақтан дем шығарамыз. Бастадық. 5 секунд. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Және выдох. Келесі оң жақтан дем алып, сол жақтан дем шығарамыз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Жақсы. Келесі жаттығу бізде мула банха деп аталады, немесе кегіл жаттығуларын естіген боларсыздар, соған ұқсайды. Қалай жасалады? Дем алған кезде ауаны ішке үрдік, дем шығарған кезде төменді, яғни анусты жыныс мүшелерін жақсылап қысамыз. Демімізді шығардық, басымызды сәл иеміз. Сосын шыдамаған кезде барып, дем алған кезде қайтадан босатамыз. Дем шығарған кезде қысамыз. Дем алған кезде босатамыз. Қаншалықты шыдайсыздар, соншалықты қысып ұстайсыздар. Қаттырақ, мына жұмыдырықты қысқандай, қаттырақ қысуға тырысыңыздар. Выдох, қысамыз. Дем алған кезде босатамыз. Қазір видеоны тоқтатып, 1-2 минут осылай жасаңыздар. Ал егер жасап болсаңыздар, ары қарай көшеміз. Бұл бізде мойынға арналған жаттығу. Иегімізді жоғары қарай көтердік, дем алған кезде, дем шығарған кезде төменге қарай еңкейтеміз. Вдох. Және выдох. Вдох. Выдох. 3, 4, 5. Оң жаққа қарадық. Барынша иекпен тартыламыз, көзбен иықтың ұшын қарадық. Екінші жаққа қарай, дәл солай. Дем алдық, оң жаққа қарадық. Дем шығарған кезде сол жаққа қараймыз. 2, 3, 4, және 5. Енді иекті алға қарай тарттық, және артқа қарай тартамыз. 2, 3, 4, және 5. Енді құлақтарымызды иықтарға қарай тартамыз. Мінекей оңға қарай еңкейткен кезде сол жақ иығымызды төменге қарай тарттық. Енді сол жаққа қарай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және 10. Айналдырамыз. 10 иықтан бастайдық. Дем алдық. Басымыз төменге, жоғары қараған кезде, төменге қараған кезде дем шығарамыз. Енді сол жаққа қарай. Вдох, және выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
және 10. Асықпай айналдыруға кеңес беремін. Енді барынша иегімізді жоғары көтердік. Мына жерді нығайтамыз барлығын. Тартамыз жоғары қарай. Жақсы, енді басымызды, төбемізді жоғары қарай тарттық, мойынды ұзарттық, иекті артқа қарай, төменге қарай. Бұл жерде тек қана көзбен жоғары төмен қараймыз. Басымызды қозғалтпаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Айналдырамыз. Оң жақтан солға қарай 1, 2, 3, 4, 5. Енді солдан оңға қарай 1, 2, 3, 4, және 5. Көзімізді жақсылап жұмдық, ашамыз, жыпылықтатамыз. Жақсы, енді иықтарымызды қозғаймыз артқа қарай 1, 2, 3, 4, және 5. Алға қарай 1, 2, 3, 4, және 5. Жақсы. Енді 4 аяқтап кірсеміз, омыртқамызды жақсылап нығайтамыз. Мінекей тура иықтың астына қойдық қолдарымызды. Дөп түзу болып тұр. Тік бұрыш болып тұру керек. Қолдарымызды алға қарай қойып қоймаңыздар. Тура иықтың астына қойдық. Тізелерімізді дәл солай жамбастың астына қойдық. Арасында 15-20 сантиметрдей орын болу керек. Дем алған кезде белімізді сәл ғана майыстырамыз, алға қарадық. Дем шығарған кезде жақсылап жерді итереміз, құйрықты ішке қарай айналдырамыз. Арқамызды бүкірейтеміз. Дем алдық, дем шығардық, бүкірейтіңіз. Дем алдық, дем шығардық. 1, 2. Көп жасалатын қателік бұл жерде қолдарды бүгіп жасайды адамдар. Бүкпей қолдарымыз түзеу жасалады. Тек қана омыртқа қимылдап жатыр. 5, 6, 7, 8, 9, және 10. Енді сәл тізелерімізді алшақ қойдық. Алға қарадық, белімізді сәл бүкірейттік, түзеттік. Және дем шығарған кезде мінекей бүкірейттік. Артқа қарай жамбасты еденге қарай түсіреміз. Шынтақтарымызды қойдық. Алға қарай сырғимыз, көтерілеміз. Дәл осы айналымды жалғастырамыз. Артқа қарай асықпай, әрбір бел омыртқаны ашып тұрып түсесіздер. Алға қарай тез жасауға болады. Дем шығардық. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және 10. Тоқтадық, көтерілік, тізелерді қайтадан өзінің орнына қойдық. Енді ішімізді майыстырамыз, айналдырамыз. Ол үшін бірінші оңға қарай, төменге қарай, солға қарай және жоғары қарай көтердік. Бұл жерде біздің иықтарымыз, жауырындарымыз жұмыс жасайды. Мінекей көтерілген кезде екі жауырын ашық. Төмен түскен кезде екі жауырынды жабыстырдық бір-біріне. 2, 3, 4, және 5. Екінші жаққа қарай кеттік. 1, 2, 3, 4, және 5. Жақсы, тоқтасақ болады осы жерде. Өкшелерімізді биік қоямыз. Оң аяқты созамыз.
аяқтың өкшесімен жерге қарай тартамыз. Осы кезде аяқтың артқы жағы созылып жату керек. Жақсы, тоқтадық. Аяқты жамбас деңгейінде көтереміз. Сол қолымызды да алға қарай созамыз. Алақан ішкі жаққа қарайды. Қолмен алға қарай, аяқпен артқа қарай тартылдық. 10 секунд тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл бізде арқаның бұлшықеттерін нығайтады. Екінші аяқты, сол аяқты создық, өкшесімен артқа қарай тартыламыз. Енді көтердік. Аяқтың ұшын өзімізге қарай тартамыз, өкшемен артқа қарай тартылдық. Оң қолымызды көтереміз. Алақан ішке қарайды. Ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы. Төменге түсірдік. Келесі, дәл осы жаттығу тек қана динамикада жасаймыз. Ол үшін бірінші аяқты созып аламыз, көтеріп аламыз, сол қолды да қостық. Енді 10 аяқ оңға қарай, жанға қарай, тізесін бүктік. Ал сол қол солға қарай ашылады. 1, қайттан келдік қалпымызға. 2, бүктік. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Жарайсыз. Екінші жаққа жасаймыз. Сол аяқ көтердік. Оң қол көтердік. Енді жанға қарай. 1, ашылдық. 2, асықпай жасаңыздар. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Жақсы, тоқтадық. Тізелерімізді сәл аштық. Табандарды түсіреміз. Ішімізді екі аяқтың ортасына салдық. Жақсылап алға қарай еңкейеміз. Жемендеп көтерілдік. Айтадан 4 аяқтап тұрамыз. Сол қолымызды көтердік. Төбеге қарай жақсылап созылдық. Дем шығарған кезде. Осы сол қолды, оң қолдың астынан барынша алысқа қарай түсірдік. Шынтақты түсірдік, иықты түсірдік, басымызды қоямыз. Сосын оң қолды басымыздан асырып, төбеге қарауға тырысамыз. Барынша мойынның, желкенің, жауырынның бұлшықеттерін босатамыз. Терең дем аламыз. Жаймен деп көтердеміз. Бірінші оң қолды қойдық, және екінші қолды қойдық. Оң қолды жоғары қарай көтереміз, ашылдық, екінші жаққа қарай дәл осыны қайталаймыз. Барынша алыс қойдық, иықты түсірдік, басты қойдық. Сол қойды басымыздан асырып, жоғары қараймыз. Және деп көтерілсек болады. Мінекей өкшемізде отырмыз. Тізелерімізді сәл ашып қойдық екі жаққа қарай.
Қатты ашу керек емес, екі жаққа қарай аштық, дәл осы жеткілікті. Енді қолдарымыз алда. Екі білектен ұстадық, жақсылап шынтақтан ұстадық. Дем алған кезде осылай отырамыз. Дем шығарған кезде жамбасты көтереміз. Жай көтермейміз, жамбасты алға қарай итердік. Және де бүксенің бұлшық еттерін нығайтамыз, қатайтамыз. Дем алған кезде отырдық. Дем шығардық, қатайттық. 1. Дем алдық, отырдық. Дем шығардық, қатайттық. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Және 10. Осы жерде қатайтып ұстаймыз, жақсылап. Төменге кеттік. Екінші подходқа кеттік. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 және 10. Ұстап тұрамыз. Енді үшінші подход. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 және 10. Отырып демалсақ болады. Бұл жаттығу бізде белдің, бүксенің және де жамбас түбін нығайтуға арналады. Келесі жаттығуға көшеміз. Ол үшін артқы аяқты, сол аяқтың өкшесін жоғары қойдық. Тура тіземіз тұр ғой, соның тура артында өкшемізді қоямыз. Ал оң аяқты жанға қарай шығардық. Табан оң жаққа қарайды, тізе де оң жаққа қарайды. Алыс қойсаңыздар болады. Қолымыз белде, біреуі тізеде. Дем алдық, дем шығарған кезде босатамыз да жамбасты жерге қарай тартамыз. Дем алдық, дем шығардық. 1. 2. Бұл бізде жамбас түбін гибкость болуға, яғни созылмалы болуға үйретеді. 4. 5. 6. 7. 8. 9 және 10. Жақсы, енді осы 10 аяқты алға қарай қойсаңыз болады. Оң қолды белге қоямыз. Сол қолды жоғары қарай создық. Дем алып, дем шығарған кезде оң жаққа қарай созыламыз. Мына жақтан бастап созылу керек. Сол қырымыз созылып жатыр. Жақсы, жинадық. Екінші жаққа жасаймыз. Сол аяқты қойдық. Жамбас, буын, тізе барлығы бір линияда тұр. Бір түзеудің бойында тұр. Енді сол табанды солға қарай қараттық. Тізе солға қарайды. Ішке қарап тұрмасын, құлап кетпесін, солға қараттық. Дем алдық. Дем шығардық. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 және 10. Жақсы. Сол аяқты алға қарай қоямыз. Тура тік бұрыш қылып қойдық. Сол қол белімізде, оң қол жоғарыда.
дем алдық, дем шығарған кезде солға қарай созыламыз. Қолымыз алға қарай кетіп қалмасын, тура өзінің деңгейінде созылу керек. Жақсы, енді отырсақ болады. Бабочка деп аталады келесі жаттығу. Бұл да жамбас төбімен жұмыс жасайтын жаттығулардың бірі. Женский организмге өте пайдалы. Екі табанды бір-біріне қостық. Түзу отыруға тырысамыз. Тобықтан ұстап отыруға. Егер де бұл жерде сіз бүкірек кеткен болсаңыз, ондай жағдайда сіз қолыңызды арқаңызға қоясыз. Сөйтіп арқаңызды дұрыс ұстайсыздар. Енді ары қарай кеттік. Әркімде екі вариант. Бірінші тізелерімізді қағамыз. Енді тізелерімізді жерге қарай тартамыз. Тағы да қағамыз. Тағы да тартамыз. Табандарымызды жақын қойғылсақ болады. Қақтық. Көбелек сияқты. Енді тізелерімізді тартамыз. Осымен біздің комплексіміз аяқталды. Егер сіз жасаған болсаңыз, сіз жарадыңыз, өзіңізге пайдалы іс жасадыңыз. Енді сізге жатып демалуға кеңес беремін. Йогада оны шабасан деп атайды. Ол үшін сізге бір қырыңызбен жатасыздар. Бұлай. Астыңғы аяқты түзу ұстайсыздар. Үстіңгі аяқтың астына жастық саласыз мына жерге. Қолыңызды түсіріп, басыңызда жастық, мына жерге бір жастық қоясыз. Осылай бір 10 минуттай жатасыз. Бұл бізде шавасана деп аталады. Рахмет.